Байганин өңіріндегі маңызды тарихи сәт деп айтуға болады. Себебі үлкен ірі жоба іске асуға компания кірісті. 2023 жылы ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қытай мемлекетіне барып, өмірімізді жүзеге асырады деп осы жобаға қол қойылды. Міне 2 жылдың тұсында көптеген келіссөздер арқылы құжат мәселесі белгіленген жер бекітіліп, міне қарқынды құрылыс монтаж жұмыстары басталғаны біз куә болып отырмыз. Жоба құны 177 миллион ақш доллары болады. Болашақта осы ауданға нақты қандай пайдасы тиеді екен деген кезде, ең басты әрине ол кіріс бөлігі, сонымен қатар осы компанияға нақты қандай маман керек, сол мамандық бойынша оқытып, 300-ға жуық тұрақты жұмыс орны ашылатын болады.